Арықтау көп жағдайда өте қиын процесс екенін баршамызға белгілі. Арықтау процесі міндетті түрде нәтижелі болу үшін диетологтардың кеңестеріне құлақ салу қажет. Кәсіпқой диетологтардың тез арықтау үшін дәрі-дәрмек қолданудың қажеті жоқ екенін баяғыдан ескертеді. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Осы мақалда арықтаудың жылдам әрі жемісті ететін кеңестер берілген. Көріңіздер және ой түзеңіздер. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен Диетке шипа арнасы. Видеоны көрместен бұрын біздің арнада 96% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Алдын ала рахмет. Арықтаудың бірінші тәсілі: тәттіден бас тартыңыз. Артық салмақтың бірден-бір себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлде ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамында қайта-қайта шөлді арттыратын заттар кіреді. Ал бұл заттарды денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама өз үлесін қосады. Мұндайда ең пайдалысы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи таза шырындарды ішіңіз. Егер шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті және газдалған сусындардан, торттар мен кекістерден, жалпы тәтті атауының барлығынан бас тартқаныңыз жөн. Арықтау үшін не жеу керек? Көбірек жеміс-жидек жеңіз. Жеміс-жидектерде май жоқ, бірақ оларда көптеген дәрумендер мен өзектер бар. Сондықтан күніне 1-2 жеміс-жидек жесеңіз, сіз қарныңызды тойдырасыз. Осылай аштық сезімінен арыласыз. Бұдан басқа жеміс-жидектерде пайдалы көмірсулар бар. Олар арықтауға еш кедергі келтірмейді. Керісінше, олар заттегілердің алмасуына өте жақсы көмектеседі. Жеңіл-желпі тамақтану. Негізгі тамақтану кезінде адам өзін тойдырмаса, көп уақыт өтпей-ақ қарныңыз ашуына әкеледі. Мұндай жағдайда көбіне артық тамақтануға әкеліп соқтырады. Сол үшін түстік пен басқа жеңіл-желпі астардан бас тартуға болмайды. Бірақ олар пайдалы ас болуы керек. Мысалы, ірімшік немесе көкөністер. Арықтаудың оңай тәсілдері: теледидарды өшіріңіз. Егер де тамақтану кезінде теледидар қарасаңыз, өз салмағыңызға 40% калория қосатыныңызға күмәнданбаңыз. Француз диетологтардың айтуынша, бұдан басқа газет оқу, монитордың алдында отырып тамақ ішу бірден-бір әсерін тигізеді. Спортпен шұғылдану. Аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минут жаттығулар тез арықтауға өте жақсы әсерін тигізеді. Кеудені жерден көтеру, жүрелеп отыру тағы басқа. Бұлардың барлығы заттегілердің тез алмасуына ықпал етеді. Қалай тез бір аптада арықтауға болады? Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз организміңізге физикалық күш салуыңыз қажет. Немесе 10 000 қадам жол жүруіңіз керек. Ғалымдардың айтуынша баспалдақпен жүру жүгіргенге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап етеді. Ұйқымен демалу. Аз ұйықтасаң көп қозғаласың, ал бұл өз кезегінде тез арықтауға әкеледі деген қате пікір бар. Бірақ бұл түсінгендеріңіз қате пікір. Егер де тәулігіне 8-9 сағаттан аз уақыт ұйықтасаңыз, организм тез шаршап, сіз тез қозғала алмайсыз. Оның үстіне ғалымдардың айтуынша ұйқы кезінде организмде өте маңызды гормон лептин бөлінеді. Бұл гормон миға барлығы жақсы деген сигнал жібереді. Ал ұйқыңыз дұрыс қанбаса, басқа гормон түрі бөлінеді. Ол грелин. Бұл гормон миға организмде энергияның аз екенін жеткізеді. Соның кесірінен аштық сезімі туындайды. Грелин жай ғана аштық сезімін туғызып қоймайды. Организмнің сізден жеңіл-желпі емес, ауыр тамақ түрін жеуді талап етеді. Сол себепті ұйқы мен демалысқа аса қатты көңіл бөлуіңіз қажет. Кем дегенде тәуліктің 8-9 сағатын ұйқыға арнауыңыз қажет. Ішімдіктен мүлдем бас тартыңыз. Ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін айтпаса да түсінікті. Диетаға келгенде бүкіл спирттік ішімдіктерден денсаулыққа 2 есе зиянының әсерін тигізеді. Егер сіз осы видео ұнаған болса, егер сіз өзіңізге пайдалы кеңестер немесе ұсыныстар алсаңыз, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Өзіңізді күтіңіз және денсаулығыңызға мән беріңіз.